Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Әңгімені тыңдамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыра отырыңыздар. Таяу уақытқа дейін Назым үшін бәрі жақсы еді. Ол өзін бақытты әйелмін деп толық сеніммен айта алатын. Әрине, өмірде ұсақ-түйек қиындықтар да болды. Бір үлкен өкініш те бар еді. Азатпен ұзақ жылдар некеде тұрса да балалары болмайтын. Бірақ Назым бәрі уақыт өте реттеледі деп ойлайтын. Азат беделді фирмада жұмыс істеді, ал өзі электроника дүкенінде еңбек етті. Өз пәтерлері болды. Қайын иесі Айсұлу Жарқын қызы бөлек тұрды. Кейде қонаққа келіп тұрса да көп әуреге салмайтын. Бір күні Азат ауыр науқасқа шалдықты. Дәрігерлер оның аяқ астынан пайда болған сырқатының себебін анықтай алмады. Әлі жас жігіт секілді көрінетін, бірақ аяқ астынан төсекке таңылып өзін-өзі күте алмай қалды. Ал Назымға жұмыс істеу қажет еді. Ол күні бойы күйеуінің қасында отыра алмады. Ал Азатқа үнемі көмек керек болды. Әуелі қайын енесіне үміт артты, бірақ ол келгенде басын шайқап: «Ойбай-ау, Назым, өзіме де ертең көмек керек болып қалады. Денсаулығым жоқ, сен ренжіме, бірақ сендерге көшіп бара алмаймын», деді. Азат мұны түсіністікпен қабылдады. «Дұрыс айтады Назым, біз оған салмақ сала алмаймыз. Өзінің сырқаты жетіп жатыр. Мүмкін арнайы агенттікке жүгінерсің. Онда осындай науқастарға көмекші күтушілерді жалдайды. Арзандау біреуді тапшы», деді де қабырғаға бұрылып: «Эх, саған қанша өрешілік әкеліп жүрмін», деп күрсінді. «Олай деме, Азат, ең бастысы сауығып кет, бәрі бұрынғыдай болады», деді Назым, жүрегі қысыла отырып. Шын мәнінде көмексіз мүмкін емес еді. Назым күтуші іздей бастады. Бірақ мұнда тосын жайттар болды. Азат әрбір келген әйелді бір себеппен қабылдамай тастайтын. Мынау жас әрі әдемі, сұрауға ыңғайсыз болады, ал мынау тым қартайған, бір апта өтпей өзі құлап қалар. Бұл мүлде тым көңілсіз. Әйтеуір әрбірінен мін тауып отырды. Назым үмітін үзейін дегенде Азат кенет бір қызға тоқтады. Ал Назымға ол онша ұнай қоймады. Жас, арық, тәжірибесі жоқ. «Сіз шынымен қолыңыздан келе ме?» деді күмәнмен. «Күйеуім ересек, ірі кісі. Кейде көтеру, аудару керек болады ғой». «Қолымнан келеді, уайымдамаңыз», деді Бота. «Мен күштімін. Шынымды айтсам, қазір маған бұл жұмыс ауадай қажет». Болашақ күтушінің өңі бозарып тұрғанын көріп, Назым оның шынымен мұқтаж екенін сезді. Сірә ақшаға зәру, көмектесетін жан табылмаған. Неге қабылдамасқа? Оның үстіне Азаттың көңілі бірден осы қызға ауды. Бота да көп ақы сұрамады. Ол басқа елдер сияқты қымбат ақы сұрамады. Сондықтан Назым таңдауын Ботаға тоқтатты. Дәл сол кезде үйде Айсұлу Жарқын қызы да бар еді. Ол да бұл шешімді құптады. Көп ұзамай Назым Азаттың неге дәл осы момын да жуас қызды таңдағанын түсіне бастады. Бір күні жұмыстан ертерек қайтып келді. Шаршаған күйде кешкі ас әзірлеуге асықты. Тек күйеуіне ғана емес, сол күні қонаққа келген қайын енесіне де. Бірақ пәтерге кіргенде Азаттың күтушімен сөйлескенін естіп қалды. «Ой, Бота, қорықпа», деді күйеуі көңілді дауыспен. «Бұл жерде ештеңе жоқ. Тек мен көрсеткен адамды аңдып, қайда барғанын, не істегенін айтып бересің. Мүмкін біреумен кездесер. Ол менің бастығым, жаман адам. Ол мені алдап кетеді деп қорқамын. Ал егер ол мені байқап қойса, неге мұны істеп жүргенімді сұраса, ұнатпай, ашуланып жүрсе, қайтемін?» деді қыз. «Ей қорқақ, сені кім байқайды дейсің? Мен өзім сені әрең көремін. Сен кішкентайсың, арықсың, өз жөніңмен жүріп бара жатасың. Ол саған тиісіп, төбелесіп жатпайды ғой.
Бірақ бәрібір дұрыс емес сияқты деді күмәнмен Бота. Назым бөлмеге кіріп бармақ болды. Бірақ дәл сол сәтте қайын енесі келді. Оның көзінше жанжал шығарғысы келмеді. Сондықтан ештеңе болмағандай кейіп танытты. Әуелі бұл туралы таңертең сөйлесемін деп ойлаған. Бірақ қайын енесі кеткен соң алдымен күйеуінің жұмысы жайлы көбірек білуді жөн көрді. Өйткені ол фирма әріптестері туралы ештеңе білмейтін. Келесі күні Назым сылтауратып еңбекке жарамсыздық қағазын алу үшін кеңсеге барды. Сонда білді, бірнеше айдан бері кассаны тонап, қашып кеткен ұрыны таба алмай жүр екен. Құдай-ау, Азаттың бұған қатысы бар ма деп шошып кетті Назым. Бірақ оған сенгісі келмеді. Өйткені күйеуі ауырып жатыр. Ал егер ақшасы болса, ол мұны байқар еді. Ол күні-түні үйде. Сонда да неге күтушіден бастығын аңдытқысы келді екен? Назым күйеуінің бастығымен сөйлесуді ұйғарды. Бірақ ол тым жұмыс бастылығын сылтау етіп, Азатқа тезірек сауығып кетсін деп тілегін айтып, әйелін есіктен шығарып салды. Үйге келген соң Назым күйеуімен сөйлесуге тырысты. Бірақ ол өзін әлде қайда нашар сезінетінін айтты. Шынында да төсекте әлсіз, дәрменсіз болып жатты. Әйел бар сұрақты кейінге қалдыруға шешім қабылдады. Ал ол күйеуінің сол тонауға тікелей қатысы барын, әрі мұны жалғыз емес, дәл сол бастығымен сыбайласып жасағанын білмеген еді. Шын мәнінде Азаттың ауруы жай ғана қулық еді. Ол Әділет Маратұлымен бірге ақша ұрлап алған. Бірақ оларды бірден пайдалануға болмайтын. Уақыт күту қажет болды. Сол себепті Азат өзін ауыр науқас сияқты көрсетіп жүрді. Бірақ үнемі үйде жатудан қорықты. Бастығы ақшамен қашып кетіп, өзін тастап кетуі мүмкін деп ойлады. Сондықтан Ботаға бастықты аңдуын өтінді. Қызды күтуші етіп алуы да бекер емес еді. Ол момын, көзге түспейтін, әрі тапсырманы жақсы орындайды деп сенді. Ең бастысы, әйелін де, ешкімге де оның ауру емес екенін айтпайды. Үйде ешкім болмаған кезде Азат Ботаның көзінше төсектен тұрып, кейде түрін өзгертіп, жасырын сыртқа шығып кететін. Ол ақшамен қашудың жоспарын құрып жүрді. Әрине, әйелінен жасырын Назымды өзімен алғысы келмеді. Оның орнына баяғыдан байланыста жүрген жас көңілдесі бар еді. Ал анасын тастау ойында да жоқ. Керісінше оны өзімен бірге ала кетемін деп уәде берді. Өйткені ол әлі керек болады деп ойлады. Тыныш көрінген қарт әйелдің өткен өмірі қылмысқа толы еді. Соттар да бар, түрмеде болған. Қазір Айсұлу Жарқын қызы бөтен фамилиямен өмір сүріп жүрді. Мұндай кеңесшіден бас тарту ақмақтық болар еді. Сондықтан Азат анасынан ешқашан бөлінгісі келмеді. Назым мұны білсе, бәлкім басқаша әрекет етер ме еді. Бірақ ол ештеңеден хабарсыз болатын. Келесі күні Әділет Маратұлынан хабар болмаған соң, ауру күйеуін мазалауға батпай жұмысқа барды. Әуелде бәрі қалыпты сияқты еді. Дүкенге 4 жасар баласы бар ер адам кірді. Олар теледидар сатып алмақ болды. Бала сәл ақсап жүргенімен еті тірі, көңілді екен. Ол ең қымбат теледидарға жүгіріп барып, әке, осыны алайықшы деді. Тоқтай тұр балам, ештеңені ұстама деп тоқтатты әкесі. Әуелі қарайық, сосын таңдаймыз. Ал мынау ше, қарашы, қандай қымбат. Демек, ең жақсысы осы деп бала экранды сүйсіне сипады. Ереже бойынша Назым оны тоқтатуы тиіс еді. Бірақ баланың аңғал қуанышы
соншалықты жүрегін елжіретті. Ол жымиып қана қарап тұрды. Алайда дүкенде басқа сатып алушылар да бар еді. Назым соларға көңіл бөлді. Осы сәтте әкесі басқа теледидарға назар аударды, ал бала қараусыз қалды. Кім біледі, бәлкім теледидардың орны берік болмаған шығар, немесе бала шектен тыс ойнап кеткен болар. Бірақ қымбат теледидар құлап сынып қалды. Сол сәтте қасында тұрған қызметші жүгіріп келіп, баласына қарамаған әкені кінәлап, шығынды өтейсің деп қатаң талап етті. Амалы жоқ, сіздің кінәңіз айқын, деді әкімші. Назымның жүрегі шым ете қалды. Ол ер адамның көз жасына сәл қалмай қатты қиналғанын көрді, бірақ дауласпады. Я, әрине түсінемін, бірақ менде дәл қазір ондай ақша жоқ. Қалғанын кейін әкелсем бола ма, деді ол күбірлеп. Кейін дейсіз бе? Келіспеді әкімші. Құжаттарыңыз қасыңызда ма? Өте жақсы. Онда бүлінген заттың толық бағасын төлеуге міндетті екеніңізді жазып беріңіз. Назым шыдамай жақындап барлық тауардың сақтандырылғанын айтпақ болды. Бірақ әкімші оған ашуланып, өзіңіздің жұмысыңызбен айналысыңыз, сатып алушыларға қарамаңыз. Міне соның салдары. Енді төлеуге тиіс адам басқасы болады. Оған басқа амал қалмады. Шетке шықты. Назым түсінді. Әкімші оған да айыппұл салуы мүмкін. Бірақ ол жақсы білетін, барлық шығынды сақтандыру өтейді. Ал дүкен директоры да, әкімші де жауап бермейді. Шын мәнінде сатып алушы да кінәлі емес еді. Бірақ әрі қарай дауласып жату ақылсыздық болар еді. Әкесі де дауласпады, қолхат жазып берді. Бірақ дүкеннен шығып бара жатқанда Назым оның соңынан ерді. Тұра тұрыңыз, деп шақырды ол. Маған телефоныңызды беріңіз, ал мен сізге өзімдікін беремін. Кейін хабарласармын. Мүмкін бұл төлемді айналып өтудің жолын табармыз. Ой, рахмет сізге, деді ер адам ауыр күрсініп. Дегенмен бәрін түсінемін және төлеуге дайынмын. Амал қанша? Кінә менікі, қарызға батуға тура келеді. Өйткені мұндай ақша расымен жоқ. Ұлы қатты жылады. Себебі енді олар теледидарсыз қалды. Назым оның басын сипап: жылама, бәрі жақсы болады. Әкең саған теледидарды міндетті түрде алып береді, деді. Оның жүрегі бұл әкеге де, мүгедек тәрізді көрінген балаға да жаны ашып қақ бөлінді. Әрине, аламыз, балам, жылама, деді әкесі жұбатып. Сосын Назымға түсіндірді. Білесіз бе, біздің ескі теледидарымыз сынып қалды. Ал ұлым үшін ол нағыз әлемге ашылған терезе. Белгілі себептерге байланысты ол сирек қыдырады, көбіне үйде отырады. Ал мен жұмысқа үнемі кетіп қаламын. Оған жалғыз қалай оңай болсын. Ал анаңыз қайда, деп байқамай сұрап қойды Назым. Оның жүзі түнере қалды. Өкінішке орай анасызбыз, ол қайтыс болды. Ой, кешіріңіз, деді Назым қорқып. Ештеңе етпейді, кешірім сұрамаңыз. Балам оны мүлде есінде сақтаған жоқ. Бұл баяғыда босану кезінде болған. Ол жамбасынан жарақат алып туды, ал анасы тірі қалмады, деді мұңды әке. Дәрігерлер не дейді, балаға көмектесуге бола ма, деп сұрады Назым. Әзірге квота күтіп отырмыз. Мүмкін ота жасалса, басқалардан кем жүгірмейтін шығар, деді ол үмітпен жымиып. Олар телефондарымен алмасты. Әкесі ұлын ертіп үйіне қайтты. Ал Назым жұмыс орнына оралды. Оның ойында тек бір нәрсе болды. Өзінің қиындықтары бұл кішкентай отбасының қайғысымен салыстырғанда түкке тұрғысыз екен. Бірақ сол күні
кешке үйінде оны жаңа бір қиындық күтіп тұрды. Бота жұмыстан шығуға шешім қабылдап, бұл туралы Азатқа айтты. Кешіріңіз, бірақ мен сіздің ойындарыңызға қатыспаймын, деді ол нұғынмен. Не ойлап жүргеніңізді білмеймін, бірақ маған бұл мүлде ұнамайды. Қойшы, ойдан шығарма, жұмыстан шығу деген не? Біз сені жібермейміз. Өз бетіңмен кетемін дейсің бе? Жалақыңды алмайсың, деп қорқытты Азат. Қажеті жоқ, маған бәрібір, деді қыз. Ал егер күштеп ұстасаңыз, әйеліңізге бәрін айтып беремін. Тек аузыңды ашып көрші, деп зілдүнмен жауап қатты Азат. Жердің астында болса да тауып аламын. Күтуші кеткен соң ол бастығына қоңырау шалып, оны да білместен ісіне араластырып қойғанын мойындады. Сенің ойыңша ол біреуге айтып қоюы мүмкін бе, деп үрейленді. Білмеймін, қорқыттым, бірақ одан бәрін күтуге болады, деді Азат. Бұл бастыққа ұнамады. Ал Назым үйіне келгенде күйеуі былай деді. Бота кетті, ақшасын бердім, бірақ қайтып келмейді. Қудым оны, дөрекі, қолынан түк келмейді, қателесіппін. Жарайды, өзің біл, деп күрсінді Назым. Ол бастапқыда Ботаға сенбегенімен кейін қыздың жаман жұмыс істемегенін түсінген еді. Сондықтан қоштаспай кетуі оған біртүрлі көрінді. Ботаның өзі де қожайынына қоштаспай кеткеніне ыңғайсызданды, бірақ кету себебін түсіндіре алмады. Шындығын айтуға да батылы жетпеді. Амалы жоқ, жаңа жұмыс іздеу керек, деп ойлады ол. Алайда келесі күні қыз өзін біреу аңдып жүргенін байқады. Әділет Маратұлы істі бақылаусыз қалдырмай, оның соңынан тыңшы қойды. Қажет болса, қыз ештеңе айтып үлгермеу үшін шара қолданбақ болды. Бұл Ботаны қатты қорқытты. Ол қауіпті жағдайға тап болғанын түсінді. Ақыры қудалаушылардан қашпақ болып көпірден секіріп кетті. Ал ол жердегі өзен терең әрі ағысы қатты еді. Бақытына қарай қайғылы жағдай болмады. Жанында жүрген құтқарушы оны суға батып кетуден аман алып қалды. Қалай сонша сақсыз болдыңыз, біреу итеріп жіберді ме, деп таң қалды ол. Жоқ, деді Бота жөтеліп. Өзім секірдім. Өте жағымсыз адамнан қашып бара жатқан едім. Құтқарушы оны жағаға жеткізіп, үйіне баруға көмектесті. Жолда олар танысып, бұл таныстық екеуіне де ұнады. Көп замай Бота мен Ержан кездесіп жүре бастады. Ал Назым осы кезде Мұратқа қоңырау шалды. Ол оған заңгермен кездесуді, болған жайды толық баяндап, кеңес алуды қатты ұсынды. Себебі сынған теледидар сақтандырылғандықтан ақысын төлеуге міндетті еместігін түсіндірді. Солайша бір күннен кейін дүкен директоры ешқандай төлем болмайтынын білді. Әрі сәтсіз сатып алушыға адвокатқа баруды кім кеңес бергенін түсініп, Назымды жұмыстан шығарып жіберді. Әрине, ол қатты қапаланды. Өйткені енді күтуші табу керек. Оған ақша қажет, ал дәрі-дәрмектер жайлы тіпті айтудың қажеті жоқ. Одан бөлек күнкөрісте керек еді. Сөйтіп олар ештеңесіз қалды. Бірақ мұңайып отыратын уақыт болмады. Сондықтан Назым бірден жаңа жұмыс іздеуге бел буды. Бірнеше күннен кейін жұмыспен қамту орталығына кіргенде ол Ботаны көрді. Екеуі бірден танып әңгімелесіп кетті. Бота, неге сонша тез кетіп қалдың? Қоштаспадың да, әлде менің күйеуіммен ұрысып қалдың ба, деп сұрады Назым. Я, ұрысып қалдық. Ол сізге қалай түсіндірді, білмеймін, бірақ меніңше шындықты айтқан жоқ. Бірақ үндемей жүре бергім келетін. Бірақ қазір болған жағдайдан кейін айтуға тура келеді, деді қызы. Ол сізді алдап жүр. Қалайша алдайды?
не туралы айтып тұрсың деп шошып кетті Назым. Ол күйеуінің әрқашан ашық болмайтынын іштей сезетін. Бірақ мұны бөтен адамның аузынан естуге қорқатын. Алайда Бота батыл қадам жасады. Ол онша ауру емес. Сіз үйде жоқ кезде өзі тұрып жүріп жүреді. Алғашында өзім де түсінбедім. Яғни ол мені де алдады. Мәжбүрмін дейтін. Бірақ шын мәнінде бастығымен күмәнді істері бар. Сол істерін жасыру үшін қылмысқа баруға да дайын. Содан соң ол аңду жайлы да көпірден секіріп кетуге мәжбүр болғанын да айтып берді. Сондықтан абай болыңыз. Бәрін біліп қойғаныңызды оған бірден айтпаңыз. Өйткені ол сізге қарсы да бірдеңе ойлап табуы мүмкін. Бұл әңгімеден кейін үйіне қайтып келе жатқан Назым ауыр ойға батты. Күйеуін қалай әшкерелеу керегін білмеді. Тікелей айтуға болмайды. Қауіпті. Оның өзін әшкерелгенін күту керек. Бірақ соны қалай ұйымдастыруға болады? Үйге келгенде ол Азатты әдеттегідей төсекте жатып, ыңқылдап, дүниенің бәріне, соның ішінде әйелінің көңіл бөлмейтініне шағымданып жатқан күйінде тапты. Өзің де білесің, менде уақыт жоқ, енді жұмыс іздеп жүрмін деді Назым. Ботаны қуып жібермеу керек еді. Саған неге онымен қоштасуға тура келгенін айттым ғой деп күйеуі ренжіп жауап қатты. Айтпақшы, бізге учаскелік полиция келмеді ме деп әңгімені басқа арнаға бұрды Назым. Ол неге келмек деп селт ете қалды Азат. Далада жолықтырдым, кірмей ойы барын айтты. Бір тергеуші одан сұрапты. Сірә сенің офисіңде бірдеңе болып жатқан сияқты. Сені сөйлестіргісі келеді. Әнеки, терезеден қарашы, өзі де келе жатыр. Тағы екі еркекпен бірге, деді ол терезеге жақындап. Ал көшеде ешкім жоқ еді. Қайдағы еркектер деп шошып, Азат орнынан атып тұрып терезеге жүгірді. Қараңдаршы, ғажап, сауығып кетіпсің ғой, деді Назым. Мен бәрін білемін. Қорықпа, бізге ешкім келмейді. Мен сені тек тексергім келді. Сен шынымен де сырқатсыған болып жүрсің. Қайдағы сырқатсығаным, әрең терезеге жеттім. Қайта оралуға шамам жоқ. Жалпы, неге сен мені бірдеңеге күдіктенесің деп ашуланды Азат. Бірақ ол енді түсінді. Әрі қарай алдау пайдасыз еді. Әңгімелері сонымен бітті де ол киініп үйден шығып кетті. Бәлкім анасына барған шығар. Назым оған терең үңілмеді. Дегенмен мәселелері көп ұзамай шешіле бастады. Алдымен ол жұмыс тапты, тағы да электроника дүкенінде. Оның түйіндемесімен танысқан директор оны басқарушы етіп қойды. Кеңесшілерім жеткілікті, бірақ көмекшім жақында кеткен. Маған лайықты орынбасар керек. Сіз бұл жұмысқа әбден жарайсыз, деді ол. Назым ұялғанымен ұсынысты қабылдады. Өйткені бұл жұмыс барлық жағынан тиімді еді. Жұмыс орны қалыпқа келген соң ол ажырасу рәсімін бастады. Бұған тағы бір себеп болды. Оған тұрмысқа шығу жөнінде ұсыныс жасалды. Ол Мұратпен сөйлесуді әрі қарай кездесуді жалғастыра берді. Қысқа уақыт ішінде Назым оған ғана емес, оның ұлына да шын жүректен бауыр басып кетті. Ал баласы квота бойынша ауруханаға түскен соң Мұрат түсінді. Өзі мен ұлы үшін бұдан артық әйел табылмайды. Сол кезде ол Назымға ұсыныс жасады. Ол келісті. Баласы сауығып, оңалтудан өткеннен кейін кәдімгі баладай болып кеткен соң олар әдемі той жасады. Ал одан бұрын Назым Ботаның Мұраттың немере қарындасы екенін білді. Ал бұрынғы күйеуінің тағдыры оны аса қызықтырмады. Тек кездейсоқ қана Азат пен оның бұрынғы бастығының ұсталғанын естіді.
Олар ақшаны дұрыс жасыра алмады және мүлде пайдалана да алған жоқ. Бұл туралы Назым жүктілігін тексеру үшін кезек күтіп тұрғанда естіді. Егер бұл әңгіме сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыра отырыңыздар. Жаңа оқиғаларды жіберіп алмау үшін жазылғанда қоңырау белгісін басыңыз. Сізге денсаулық пен жақсылық тілеймін.